Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай кешкі ас дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ең алдымен майымызды қыздырып, етімізді қызартып қуырып аламыз. Етіміздің суы шығады. Суы тартылғанша қуырып аламыз да, тағы да бетін жауып, ет піскенше бұқтыратын боламыз. Етіміз піскеннен соң суын тағы да тартылғанша қуырып, үстінен пияз салып араластырамыз. Чеснок саламыз. Сәбізді салып, жақсылап 2-3 минуттай қуырып аламыз. Оның үстіне томат пастасы, соевый соустан 2 ас қасық құйып, тағы да жақсылап араластырып 2-3 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз және де басқа да дәмдеуіштер салсаңыз болады. Және де осының үстіне мен жүгері салдым. Жартылай піскен жүгері және тәтті бұрыш салып, үстіне 1,5 стакан су құйып, бұқтыруға жібердім. Жүгері піскенше бұқтыратын боламыз. Енді гарнир жасауға кірісеміз. Менде гарнирға картоп, пеште піседі және де күріш. Картопты осылай жақсылап турап, қайнап тұрған ыстық суда 3 минуттай қайнатып аламыз. Бұл бізге крахмал шығу үшін керек. 3 минуттай қайнатып, бөлек ыдысқа салып, дәмдеуіштер салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, пешке жіберетін боламыз. Жақсылап араластырып, беті қызарғанша пісіреміз. Келесі кезекте күріш, менде 400 граммдай күріш болды. Күрішті салқын суда 3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Күрішіміз шашырап пісу үшін осылай табаны қыздырып, май құйып, күрішті алдымен 2-3 минуттай қуырып аламын. Сосын үстіне салқын су емес, қайнап тұрған ыстық су құйсаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен құямын. Күріштің бетінен 2 сантиметрдей асып тұру керек. Және де осылай 3 минуттай қайнатамыз. Бетін ашық күйде тұзын салып 3 минуттай қайнатамыз. Суымыз кішкене тартылған кезде газдың астын ең баяу отта басып, бетін жауып 20-25 минуттай пісіреміз. Міне біздің етіміз, күрішіміз, картопымыз барлығы пісіп шықты. Енді осылай әдемілеп тарелкаларға салып, ұсына берсеңіздер болады. Бетіне көк шөптермен әрлесеңіздер болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай неше түрлі көкөністер салып пісіре берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.